сәлеметсіздер ме? Есім Ақерке болады. Жасым 29-да, 4 баланың анасымын. Ең үлкенім Мерей, жасы 8-де. Одан кейінгі қызым Балауса, жасы 6-да. Ұлым Ерсайын, жасы 4-де. Ең кенже балам 6 айлық, аты Омар. Астана қаласынан боламыз. Бізде ең бастысы ішінде құрт бар деп айтты врачтар. Сол себепті арық, тамақ ішпейді деді. Содан өзімнің сіңілім маған осы дорамаринді ішіп көрсін деп айтты, ұсынды. Өйткені сіңілімнің баласы ішкен дорамаринді. Әпке ішкізіп көріңіз деді. Сіңілім сол айтқаннан кейін дорамаринге звондап өзім сұрадым. Осылай қызымның аппетиті жоқ, тамақ ішпейді, мүлдем тамақ ішпейтін. Тек сухопайок, печеньемен ғана, сумен ғана жүретін. Бірінші курста айтты, осылай беріп көріңіз. Егер қызға действительно көмектесіп жатса, екінші, үшінші курсын жалғастырамыз деп. Жарайды, заказ бердік, алдық. Бірінші курсында очищение болады деді, ішін тазалап, прям жақсы. Екінші рет, бірінші курсы ұнағаннан кейін екінші рет тағы заказ бердік. Қазір аппетитіміз жақсы, тамақ ішеміз уже. Тамақ бұрын мүлдем ішпейтін, қазір ішетін болды тамақты. Содан ұнады қызыма. Екінші курсын заказ бердік, үшінші курсын тағы заказ беріп іштік. Үш курс негізі ішесіздер дедік, үш курсында толық аяқтадық. Өзі ұнап, өзі сұрайтын болды. Мам, таңертең тұрғанда дорамарин ішейін, кешкісін сабақтан келеді, сразу дорамаринім ішейін деп өзі сұрап ішетін болды. Дорамарин компаниясына айтар алғысымыз шексіз. Соның арқасында қызымыздың денсаулығы түзелді. Тамаққа деген аппетит ашылды, құрамы да керемет, балалардың бәрі өздері сұрап ішеді. Компания өсе берсін, өркендей берсін, осындай біз сияқты клиенттері көп бола берсін.